рак ауруы көбейіп кетті. Жамағатпен дұға қылыңызшы деп соңғы алып жатқан хаттарымыздың ішінде рак ауруы көбейіп кетті. Жаман ауру жасарып кетті деген сөз бар. Бұрын бұл ауруменен үлкендер ауыршы еді, қазір жастар көп ауырып кетті осы аурумен. Не себепті деп ойлайсыздар? Жаман аурудың көбеюі осы үш себепті деп ойлаймын. Біріншісі бұл көз тию. Пайғамбар айтқан, көз тию хақ деген. Адамдардың жартысынан көбі көз тиюден өледі деген. Ендеше фото, видеоларды статус стористерге көп қоя бермеу керек. Екінші себеп бұл сиқыр дуа. Адамдар не үшін сиқыр дуаға көп жағдайда барады? Ерекскенде, немесе өшіккенде, көре алмағанда барады. Сондықтан да жеткен жетістіктердің бәрін чаттарда, басқа нелерде бөлісе бермеу керек. Өйткені бақыт деген бұл тыныштықты жақсы көреді. Үшіншісі, мен ойлаймын, осы газированный немесе Европа, Америкадан келген фастфудтар. Міне осы үш нәрседен сақтансақ, Алла қаласа, осы рак ауруы бізде азаяды деп ойлаймын. Өйткені себебі көз тию және осы сиқыр дуалар бұл ішкі органдарға түсіп, ішкі органдарды былғайды. Сол себепті адамдардың рак ауруға ұшырайтыны сондықтан. Содан сақтанудың жалғыз жолы дұрыс емес тамақтардан бас тарту және көп фото-видеоларды сала бермеу. Сосын үшіншісі Ихлас, Фалақ, Нас сүрелерін таңертең кешке тастамай оқып жүру.